Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет дәмді манпар жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Жасап көріңіздер. Ол үшін видеоны толықтай қарап шығыңыздар. Ең алдымен етімізді алып, осылай ұсақтау етіп турап аламыз. Piyazımızı тураймыз. Чеснок тураймыз. Сәбізімізді турап аламыз. Бір болгар бұрышын тураймыз. Және картошкамызды турап дайындап аламыз. Енді қазанымызға майымызды құйып, етімізді салып, қуырып бастаймыз. Етімізді жақсылап араластырып отырып қуырамыз. Чеснок салып араластырып отырып қуырамыз. Пиязымызды салып араластырамыз. Сәбізімізді салып қуырамыз. Болгар бұрышын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Тұз, бұрыш және паприка. Сосын томат. Бір қасық томат салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Енді картобымызды салып, жақсылап араластырамыз. Және үстіне 1,5 литр суық су құямыз. Жақсылап араластырып, бетін жауып қоямыз. Суы қайнап, еті піскенше біз тестасын, яғни нанын жасап қоямыз. Ол үшін ұнға жұмыртқа, тұз және су қосып, жақсылап нанын илейміз. Нанын жақсылап илегеннен кейін бір 5-7 минутқа тындырып қоямыз. Енді нанымызды да жаямыз. Нанымызды сондай жұқа да емес, қалың да емес, орташа қылып жайып аламыз. Енді видеода көрсетілгендей етіп, кесіп шығамыз. Осындай ұсақ 4 бұрышты формада шығады. Міне біздің етіміз пісіп, суы қайнады. Енді нандарын осылай салып шығамыз. Жақсылап араластырамыз. Тағы да бір 7-8 минуттай пісіріп аламыз. Тамағымыз толықтай піскеннен соң үстіне укроп пен көк пиязды салдым, бірақ кинзаны міндетті түрде салу керек. Міне достар, біздің осындай керемет манпарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.
Видеоны толықтай қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған Айжан ханым.